Сәлеметсіз ме, құрметті көрермендер. Бүгін мен сіздермен үй жағдайында домашний лапша кеспе көже жасау рецептімен бөліскім келіп отыр. Ол үшін бізге керегі жарты тауықтың еті жуылған, бір жарты дана сәбіз, бір дана пияз, 2 дана картоп. Содан кейін қамырына 2 жұмыртқа және тұздық су. Жарты ұстай себебіз тауығымыз өткен тұздалмаған. Тауығымыз пісқанша қамырымызды егіп қоямыз. Жаңа кеспе көженің қамыры. Енді нанымызды илейміз. Нанымыз кеспе көжеге міндетті түрде қатты илеу керек. Міне тестамыз дайын болды. Енді тестамыздың иін қандырып қойып қоямыз. Ал міне тауығымыз қайнады. Енді осыны көбігін алып 1 сағат қайнатамыз. Ал енді сарымсағымызды тураймыз. Жаңа кеспе көжеміздің тауып пісіп жатыр. Қазір соны осының үстіне саламыз. Мен негізі кеспе көжемді де суптарды бәрін қайнатып істеймін. Қорып жасамаймын. Сол үшін мына бірінші 4-3 қылып турасаңыз да болады, өздеріңіз білесіздер. Томаттың орнына мен помидор қосамын. Помидорды өзім көйлектеп тураймын. Ал енді качкүйесіне турап дайындап қоямыз. Қамырымызды жаямыз кеспеге. Ал енді қамырымды осылай ортасынан кесіп, сонда кеспелеріміз қысқа болып шығады. Міне енді тауығымыз пісті. Тауығымызды алып, етін ғана салатын боламыз кеспеге. Міне қайнап жатқан сорпамызға енді пиязын саламыз және сәбізін саламыз. Тауығымыздың еті суыды. Енді осыны қазір қайтадан көжемізге саламыз, сол үшін турап аламыз. Пісіп атқан сорпамызға жаңағы тауығымыздың етін турап қайтадан саламыз осында. Мен кеспемнің қамырын бөлек қайнатып аламын, сол үшін мен бөлек су қайнатып қойдым. Суын қайнап жатыр, енді осыған қазір кеспесін саламыз. Міне кеспесін саламыз. Ал енді сорпамыз әдемі болып қайнап жатыр, соған картошкамызды саламыз. Кеспемізді енді кішкене балдақ қоямыз. Мына өз специальный сода. Ал міне тамағымыз дайын болды. Енді өстіп міне осындай әдемі сорпа болып шықты. Қамырын бір бөлек, сорпасын бір бөлек қайнатып алдық. Осындай прозрачный, тұнық сорпа болып шықты. Ал енді дәмі бөлек. Дәмі өте әдемі болды. Ал осы рецептім сіздерге ұнаса, тіркеліп лайк басып, комментария жазып кетулеріңізді сұраймын. Бүгінгі нәтижеміз осы. Сіздермен болған бөлім. Келесі кездескенше сау болыңыздар.